Баршаға сәлем. Бүгін 124 сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы шеңбер және дөңгелек. Бұл сабақта радиусы бойынша шеңбер және дөңгелек салатын боламыз. Бірінші тапсырманы орында. Велосипедтің денсаулыққа пайдалы ғана емес, сонымен бірге экологиялық қауіпсіз көлік екенін білесің бе? Ол қалаларда ауаны таза күйінде сақтауға көмектеседі. Кестені қара, әртүрлі жастағы балаларға арналған велосипед дөңгелегінің радиусын анықта. Міне мына жерде диаграмма сияқты көрінген, мына жерде дөңгелектің диаметрі берілген, ал мына жақта балалардың бойы және жасы берілген. Енді мысалы 2 жастағы 4 жастағы балаларға 30 сантиметрлі диаметрі 30 сантиметрлі дөңгелектің диаметрі тура келеді екен. Қазір енді кестеден көреміз. Міне кестеде берген дөңгелектің диаметрінің өлшемі 30 сантиметрлі болғанда, о баланың 2-3 жастағы балаларға, бойының ұзындығы 90-100 сантиметр болған балаларға дөңгелектің диаметрінің өлшемі 30 сантиметр болу керек екен. Бойы 95-105 сантиметр болған 4-6 жастағы балаларға диаметрі 35 сантиметр дөңгелектер дұрыс келер екен. Ал бойының ұзындығы 100-115 сантиметр 6-8 жастағы балаларға дөңгелектің диаметрінің өлшемі 40 сантиметр болу керек. Бойы 110-120 сантиметр болған 8-10 жастағы балаларға дөңгелек диаметрінің өлшемі 45 сантиметр болады. Ал 130 сантиметрден бастап биік болған жасы 10-12 жастағы балаларға дөңгелек диаметрінің өлшемі 50 сантиметр болады екен. Біз қазір осы дөңгелектің диаметріне қарап радиусын табамыз. Екінші тапсырма салыстыр. 132-ден 35-тің 132-ден 18-бен айырмасын 132-ден 29 бен 132-ден 5-тің қосындысымен салыстыруымыз керек. Бірінші айырманы орындаймыз. 35-тен 18 жасақ 17 қалады, 132-ден 17 болады. Ал оң жағыны қосатын болсақ, 29-ға 5-ті қоссақ 34, бұл 132-ден 34 болады. Дұрыс бөлшектердің әрдайым тек алымдарын салыстырамыз, өйткені олардың бөлімдері бірдей. Алымы қайсысы үлкен болса, сол үлкен болады. Демек, 132-ден 34 үлкен. Кейінгісі 150-ден 78 бен 150-ден 20-ның қосындысын 150-ден 90 мен 150-ден 35-тің қосындысымен салыстырамыз. Алымдарын қосып шығамыз. Сол жақты 78-ге 20-ны қоссақ 98, 150-ден 98 болды. Ал 90-ға 35-ті қоссақ 125, 150-ден 125 болды. Бұның да алымы 125 үлкен, демек 150-ден 125 үлкен болады. 150-ден 98 кіші. Одан кейінгісі 200-ден 65 қосу 200-ден 125. Және оң жағында 200-ден 99 бен 200-ден 86-ның қосындысы. Сол жағын 65-ке 125-ті қоссақ 190 болады. 200-ден 190. 99-ға 86-ны қоссақ 185, 200-ден 185. Бұл жерде 200-ден 190 үлкен 200-ден 185-тен. Кейінгісі 90-нан 75-тен 90-нан 13-тің айырмасын 90-нан 29 мен 90-нан 37-нің қосындысымен салыстыруымыз керек. 75-тен 13-ті азайтсақ 62, 90-нан 62 болады. Ал 29-ға 37-ні қоссақ 66, 90-нан 66. 90-нан 62 кіші 90-нан 66-дан. Өзіндік жұмыс. Үшінші тапсырма. Асы тең 5 см, сыбы тең 3 см болатын осындай шеңберлер сыз. Міне шеңберіміз бірінші үлкен шеңбердің радиусы, яғни асы 5-ке тең деп тұр. Циркульдің инесі бар ұшын А-ға қоямыз, қаламы бар ұшын мұна С-ға қойып өлшеп аламыз. Яғни сызғыштың 0 нүктесіне иненің, циркульдің инесін, ал қаламы бар ұшыны 5-ке қойып,
осындай шеңбер сызып аламыз. Сол өлшеммен әкеп дәптерге қойып сызып аламыз. Одан кейін тағы да инесіні 0-ге, қаламыны 3-ке қойып, екінші шеңбердің радиусын өлшеп аламыз. 3 сантиметрлі. Енді оны инесін кез келген дәптердің кез келген жеріне қойып, бірақ қаламы бар ұшын мына С нүктеден өтетіндей етіп қойып аламыз. Сөйтіп, осы түрде шеңбер сызып қоямыз. Оны өз беттерінше дәптерлеріңе орындайсыңдар. 4-ші тапсырма есепті шығар. А. Бауыржан 120 метр жол жүрді. Бұл оның барлық жолының 4/3-ін құрайды. Ол тағы қанша метр жол жүруі тиіс? 4-ші есептің әсінде осы берілген есепке кері есеп құрастыр және шығар. Дәптерге жазып аламыз. Берілген жүрді 120 метр, бұл 4/3 бөлігін құрайды. Жүруі тиіс қанша метр жол жүруі тиіс? Барлық жол қанша? Енді біз бұл жерде барлық жолды табу үшін бұл дегеніміз үшін алымына бөліп, бөліміне көбейтеміз. Яғни 120-ны 3-ке бөліп, 4-ке көбейтеміз. 160 метр бұл барлық жол. Барлық жол 160 метрге тең. Енді жүруі тиіс жолды табу үшін барлық жолдан 120 метр жүрілген жолды алып тастаймыз. Сонда 40 метр қалады. Жауабы 40 метр жол жүруі тиіс. 4-ші есептің әсінде осыған кері есеп құрастырдық. Барлық жол белгісіз. Ал жүрді 4/3 бөлігін, барлық жолдың 4/3 бөлігін жолды жүруі тиіс керек 40 метр. Біз бұл жерде әуелі демек барлық жолды білмейміз, мына 4/3 бөлігі болса, барлық бөлігін 4/4 деп алып орындаймыз. Міне шешуін табу үшін бұлай орындаймыз. 4/4-тен 4/3 азайтамыз, яғни 4/1 қалады. Демек бұл 40 метріміз 4/1 бөлігі болып тұр. Ендеше барлығын табу үшін 40-ты алымына бөліп, бөліміне көбейтеміз. 40-ты 1-ге бөлсек, 40, 4-ке көбейтсек 160 метр. Бұл барлық жол. Енді қанша жүргенін табу үшін 160-тан 40-ты азайтып тастаймыз, 120 метр шығады. Жауабы ол 120 метр жүрді. Дәптерге осылай әдемілеп жазып қоямыз. 5-ші тапсырма есептерді шығар. А. Электр көлік ара қашықтығы 420 км болатын екі қаланың арасын 7 сағатта жүріп өтуі тиіс. Ол алғашқы 2 сағатта жүруі қажет жылдамдықпен 5 км/сағат кем жүрді. Ол кешікпей келу үшін қалған жолды қандай жылдамдықпен жүруі тиіс? Есепті орындау үшін берілгенін жазып шығамыз. Ара қашықтығы 420 км дейді. S тең 420 км дейміз. 7 сағатта жүріп өту керек дейді. Т-ны 7 сағат деп белгілейміз. Енді алғашқы 2 сағатта жүруі қажет жылдамдықтың 5 км/сағат кем жүрді дейді. Демек, алғашқы 2 сағат болса, оны Т1 дейміз. Т1 2 сағат жүрген, бірдей жылдамдықпен жүрген. 2 сағаттан кейін қалған жондық қандай жылдамдықпен жүргенін білмейміз. Оны 5 сағат, яғни 5 сағатта қандай жылдамдықпен жүргенін білмейміз. Бұны Т2 мен белгілейміз сағатты. Одан кейін өзі берілген жылдамдығы қанша екенін оны да білмейміз. Ал 2 сағатта қандай жылдамдықпен жүргенін оны да білмейміз. 5 сағатта да қандай жылдамдықпен жүргенін де табуымыз керек. Ендеше, мына 2 сағатта қанша жол жүргенін S1-ді табуымыз керек, және 5 сағатта қанша жол жүргенін де табуымыз керек. Мұны берілген бәрін жазып шықтық. Біз бірінші 420, ол алғашқы 2 сағатта жүруі қажет жылдамдықтан 5 км/сағат кем жүрді. 420 км 7 сағатта жүріп өту керек болған. Сонда ол қандай жылдамдықпен жүру керек екенін тауып аламыз бірінші. Яғни жылдамдықты табу үшін жолды уақытқа бөлеміз. Яғни қашықтықты 420-ны 7-ге бөлсек 60 км/сағат. Демек, ол 60 км/сағат жылдамдықпен жүру керек болған. Бірақ оны айтып жатыр, алғашқы 2 сағатта 5 км/сағат жылдамдықтан кем жүрді дейді. Демек, 60-тан 5-ті азайтамыз. Бұл B1 болады. Яғни 2 сағатта осы жылдамдықпен жүрген бұл 55 км/сағатпенен. Демек, жүрілген
2 сағатта қанша жол жүргенін табу үшін 55-ті 2-ге көбейтеміз. 2 сағат жүрген 110 километр жүрді. S1 110 километрге тең. Енді S2-ні табу үшін яғни қалған жол қанша екенін табу үшін мына барлық жолдан 420 арақашық 420 километрден 110 километрді азайтамыз, 310 километр. Демек, қалған жүрілетін жол 310 километр екен. Бұны ол 5 сағатта жүріп өтті. 5 сағатта жүріп өтті. Сондықтан бұны табу үшін, яғни B2-ні жылдамдығын табуымыз керек. Жылдамдығын табу үшін біз жүрілген осы 310 километрді уақытқа бөлеміз. T2-ге. S2-ні T2-ге бөлеміз. 310-ды 5-ге бөлсек 62 километр сағат. Жауабы: қалған жолды ол 62 километр сағат. 5-ші есептің әсі: шебер 6 сағат ішінде 210 бөлшек, ал оның шәкірті 8 сағатта 224 бөлшек жасады. Кімнің еңбек өнімділігі жоғары және қаншаға жоғары? Демек, шебер 6 сағат ішінде 210 бөлшек жасапты. Демек, ал шәкірті 8 сағатта 224 бөлшек жасапты. Олай болса, шебердің орындаған уақытыны Т1-мен белгілейміз, 6 сағат деп. Және оның 210 бөлшек есепті, оны біз А1 деп белгілейміз. А1-іміз 210 бөлшек. Шәкірті 8 сағатта орындаған. Демек, Т2-ні 8 сағат дейміз. Оның орындаған бөлшегіні А2-мен белгіледік, 224 бөлшек. Енді еңбек өнімділігі кімдікі жоғары деп атыр, және қаншаға жоғары? Еңбек өнімділігі В-мен белгілейміз. Мұны шебердікен В1 дейміз. Шәкіртінікен В2 деп жазамыз. Яғни сағатына неше бөлшек жасағанын білуіміз керек. Кімдіке шебер еңбек өнімділігі жоғары екендігін табамыз. В1-ді табу үшін орындалған жұмысыны уақытқа бөлеміз, яғни бөлшектің санын. Шебердің орындаған 210-ды 6-ға бөлетін болсақ, 35 бөлшек. Сағатына 35 бөлшектен орындап жасапты шебер. Енді шәкіртінікен табамыз. А2-ні Т2-ге бөлетін болсақ, 224-ті 8-ге бөлсек, 28 бөлшек екен сағатына. Енді қайсысыға еңбек өнімділігі жоғары екенін табу үшін үлкенінен кішісін азайтамыз. Яғни бұл жерде В1-ден В2-ні азайтуға тура келіп тұр, өйткені шебердікі көбірек болып тұр. 35-тен 28 азайтсақ, 7 бөлшек екен сағатына. Жауабы: шебердің еңбек өнімділігі 7 бөлшек сағатқа жоғары. Яғни шебердің еңбек өнімділігі сағатына 7 бөлшек екен. Жоғары болып тұр. Алтыншы тапсырма: есепте және тексер. Амалды орындаймыз. 568.900-ге 321-ді қосамыз. Оны қосатын болсақ, 569.221. Бұны азайту арқылы тексереміз. 569.221-ден 321-ді азайтамыз. 568.900 шығады. Бұл жерде мен тексерген амалымды тексеруіні көксемен жазып қойдым. Одан кейінгісі 879.652-ге 214.879 қоссақ, 1.094.531 болады. Енді тексеруін 1.094.531-ден 214.879 азайтатын болсақ, 879.652 болады. Демек, қосуды дұрыс орындағанбыз. Одан кейінгісі 187.812-ні 333-ге бөлсек, 564 болады. Ал 564-ті 333-ге көбейтіп тексеріп көретін болсақ, 187.812 шығады. 870.500-201-ге көбейтетін болсақ, 174.970.500 болады. Оны 174.970.500-ді 201-ге бөлетін болсақ, 870.500 болады. Бұның бәрін мен жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолданып орындадым.
Жетінші тапсырма. Тапсырманы түрлі түсті қағаз дөңгелектермен орында. Осындай өрнек жасау керек деп ойла. Дөңгелекті қанша бөлікке бөлу қажет екендігін ойлан. Саған қанша және қандай түсті дөңгелектер қажет? Мына жерде осындай өрнек орындау қажет болса, дөңгелекті қаншаға бөлуіміз керек? Мына жерде қараймыз. Мынаны өзіміз шамалап көретін болсақ, 36 градус болуы мүмкін. Шеңбердің 360 градус болғандықтан, мынадан шеңберді 10-ға бөлуге тура келеді. Демек, дөңгелекті 10-ға бөлген болуымыз мүмкін. Енді дөңгелек 10-ға бөлінген болса, енді қанша дөңгелек керек деп жатыр? Мына жерде қызыл, сары және күлгін түсті дөңгелектердің бөліктері бар. Олай болса, бізге 3 түрлі дөңгелек қажет. Яғни 3 дөңгелек: қызыл дөңгелек, сары дөңгелек және күлгін дөңгелек керек болады. Енді дөңгелектерді біз 10 бөлікке бөліп, мына жерде қызылдан 1, 2, 3, 4, 5, 6 алыппыз. Оннан 6 бөлігін ағамыз. Ал сарыдан да дәл сондай 6 алыппыз. Күлгін түстіден 5 алғамыз. Демек, дөңгелектерді 10 бөлікке бөліп, керегін санап аламыз. Өз беттеріңше осылай түрлі түсті қағазбен дөңгелектерді қиып алып, осындай өрнек құрап көрсеңдер болады. Дәптерге осылай жазып қойдық. Дөңгелекті 10 бөлікке бөлеміз. 3 дөңгелек қажет: қызыл, сары, күлгін. Қызылдан 6 бөлігін алдық, сарыдан да 6 бөлігін алдық, күлгіннен 5 бөлігін алдық. 8-ші тапсырма. Сен зерттеушісің дейді. Сиқырлы шаршыны толтыр. Міне шаршыда көрініп тұр. Тек соңғы қатарда ғана үшеуі де белгілі екен. 18, 33, 24. Ал мына жерде жоғарысы, мына жерде оң жақтағы жоғарысы ғана белгілі. Бұны не үшін сиқырлы дейміз? Өйткені мына үшеуін қосып көрейік. 18-ге 33-ті 24-ті қосатын болсақ, 75 шығады. Демек, мына жерде 75 шықса, мына жағда 75 шығу керек. 18-ге 26-ны қосып, 75-тен азайтып тастаймыз. Сонда мына жердегі сан келіп шығады. Қалғандарында дәл солай орындаймыз. Кейінгісінде мына 26-ға 32-ні қосып, 75-тен азайтамыз. Оны мына жерге жазамыз. Енді мына жердегі сан белгілі болса, мына жердегі де сан белгілі болса, мынадан мына екеуіні қосып, 75-тен азайтып мына жерге жазамыз. Сонда екеуі белгілі болатын болса, екеуіні қосып, 75-тен азайтып тастаймыз, мына жерге жазамыз. Нәтижеде біз көлденеңінен де, тігінен де, және несі бойынша да, диаметрі бойынша да көретін болсақ, бұл 75-ке тең болатын болу керек. Дәптерге осылай жаздық. Міне белгісіз сандарды мен көк сиямен жаздым. Демек, мына үшеуін қоссақ 75 болды. Енді мына санды табу үшін 75-тен 18 пен 26-ның қосындысын азайтуымыз керек. 31 шығады. Міне 31-ді мына жерге жаздық. Енді мына 26 мен 32-ның қосындысынан 75-ті азайтсақ, мына жердегі сан кеп шығады. 17 кеп шықты. Міне 17 болды. Одан кейінгісі 33 пен 17 белгілі. Енді 75-тен 33 пен 17-ның қосындысын азайтсақ, 25 кеп шығады. Оны мына жерге жазамыз. Демек, енді тек мынаусы қалды. Бұны табу үшін 31 мен 25-ті қосып, 75-тен азайтамыз, 19 шығады. Міне осылайша бәрін орындадық. Енді қосып тексеріп көрсек болады. Барлығы 75-ге тең болады. Және бұлайша диаметрлермен алсақ та 75-ге тең болады. Міне мысалы біреуін тексеріп көруіміз мүмкін. 18-ге 32-ні қоссақ 50, 50-ге 25-ті қоссақ 75. 9-шы есеп: суретті қара, фигураның периметрі мен ауданын есепте дейді. Бізге мына жерде фигура берілген. Бұл фигураның ішінде шеңберлер орналасқан. Міне шеңберлер 1, 2, 3, 4, 5, 6 екен. Ендеше мына жерде радиусы берілген болса, біз оның диаметрін табуымыз керек. Өйткені диаметрі осы шеңбердің сыртында орналасқан фигураның қабырғасына тең болады. Ендеше табатын болсақ,
4 сантиметр радиус екен, демек диаметрі 8-ге тең. Ендеше мына қабырғасы да 8 сантиметрге тең болады. Енді бұл жерде неше шеңбер бар болса, сонша шаршы бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 шаршы бар. Ал енді қабырғаларын санайтын болсақ, мына жерде міне үшеу, 6 болды. Мына үшеумен 9. Мынанікі 10, 11, 12, 13, 14 екен. Демек қабырғаларының саны 14-ке тең екен. Бұл жерде 6 шаршы бар. Яғни әрбір шаршының ішінде шеңберлер орналасқан, дөңгелектер орналасқан десек те болады. Енді бұл жерде біз фигураның ауданы мен периметрін есептеуіміз керек. Периметрін табу үшін қабырғаларының саны 14 еді ғой. Демек 14-ті біз ұзындығына көбейтеміз. 14-ті 8-ге көбейтетін болсақ 112 сантиметр. Енді ауданын табу үшін шаршы болғандықтан екі қабырғасын бір-біріне көбейтеміз, яғни а квадрат болады. Бұл бір-біріне 8-ді 8-ге көбейтсек 64, оны шаршылар 6 болғандықтан 6-ға көбейтеміз. 64 6-ға көбейтсек 384 сантиметр квадрат. Дәптерге осылай әдемілеп ретімен жазып қоямыз. Осымен бүгінгі сабағымыз бітті. Барлық есептер орындалды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.